Жұма күні қайырлы olsun. Бүгін Қырмыжғалының 16-й күні бұл саатқа бөлі мәліматларынан таныш етмеге азырмыз. Екі Қырым татарыны февралінің 8-не қадар апсте қалдырдылары. Киевде сабық баш Назир Азаров қачқан вақыт сақлаған шейлеріні таптылары. Қачқан вақыт өзлерінен алып етіштірмегенлер. Yazıcen Uzet Umerov 85 yaşını doldurdu. Buğday unu olur. Hizbut Tahrir ішінде қабатланған да екі Қырым-татар сияси мабусыны апсте тұтуларына девам еттірділер. Ахмеджеттің Киев район махкемесі Мерусин Кукове Рифат Алимовны 2017 сенесі февралінің 8-не қадар қалдырды. Екісі де дигер 4 сияси мабуснен берабер ақыл хастаханесінде тұтула, оларға низбетен мечбури психиатрик экспертиза кечерелер. Сияси мабус Эмиль Джимаденовның балалары бабасы азат етілмесіні талап етелер. Олар халқара инсан ақлары күніне бағышланған акцияға қошылдылар. Бабасын октябрінің 12-сінде евінде тинту фоткерілген сон Хизбут Тахрирге алақасы бардыр деп яқаладылар. Онларнен икона ресімлерінің силяве чешет девірлерге айыт пара. Киевте сабық Украина баш назиры Николай Азаров қайыт шейлерінен анбарға чевірілген квартира тапылған. Бұақта Украина полициясы білдіре. Тахминлерге көре тинту девамында тапылған шейлерінің фияты $1 миллион тешкілете. Николай Азаров 2014 сенесі Киевте майдан енген сон Русияге қачқандар. Бүгінге қадар анда болуна. На одной из квартир знайшли більше 200 Дайрелерінің бірінде 200-ден зияде чанта таптық. Анда пара, чешет, шейлі, қиметлер, еңес анда Азаров қайыт раритет шейлер бар. Дуже багато зброї, дуже багато іменних речей. Дайреде тапылған шейлерінің бір қысымыны сізге көстереміз. Бұл шейлеріні Азаров ве оның тарафдарлары қачқан вақыт өзлерінен алып етіштірмегенлер. Посібники не забрали з собою, коли втікали. Ақтем Сейтаблаев бұл сененің ең яқшы актер оларақ телетриумф премиясын әлде етті. О, бұл сене ең яқшы еркек роліні ижра еткен кібі танылды. Бұл мұкафат үшін оңа актер Михаил Жонин ве Владимир Зеленский рақыплек еттілер. Қырым-татар режиссері ве актері Непокоренный Василь Стус фильмінде баш еркек роліні ижра еткен еді. Фильм Украин язычысы ве диссидент Василь Стус аққанда екееті, о совет девірінде апсте тұтылған вақыт атшылық илян етіп еляк ола. Дегер версияға көре, онанда назаретчілер көтеклеп өлдірелер. Любое упоминание о Стусе будет считаться предательством такого человека, как ты, никогда не существовало. Никогда! Ты меня понял? Василю, це ти? Так, я... Разговоры! Қырым сакинлер Украин телеканал ве радиосы ғайрадан яйынлануыны беклейлерімі. Қырым реали мұғберлері Ахмеджет сакинлер арасында сұрав кечірді. Кешенлері Украина акиметі чоңғарда Қырымға яйынланув yapmaq үшін құле құру башлады. Оны елінің сонына қадар ешке түшірменге ишандыралар. Не для моих нервов, там сплошное вранье. Так что вот так. Я думаю, что вряд ли. Будут, потому что и сейчас смотрят. Ну что, не знаете, что ли? Ну, вышку не строят, зачем, я не пойму. Спутниковое телевидение работает, интернет работает. Кто хочет, тот смотрит. Даже уже язык неинтересно слушать. Ну, мне, допустим, уже не интересно, что там творится. По личному мнению. Мне уже Украина это достала капитально за 23 года. Украину? Ну так, если в неделю один раз посмотреть, то можно посмотреть, что там у них в основном на сессии происходит в этой Раде. А так, что там интересного? Нечего смотреть. А вы знаете, я сомневаюсь, что будут смотреть. Может, единицу будут смотреть. У нас в основном Россия. Это для нас самое главное. А чушь не будут. Здесь же живут и с Украиной. Будут смотреть. Правда, процента не знаю, но будут. А я и сейчас смотрю. У меня спутник. Я думаю, будут. А потому что должна истина быть где-то посередине, я так думаю. Ну, это не потому, что они будут смотреть, чтобы там как-то, а просто чтобы вот какую-то для себя сделать вывод.
Языджен Нузет Умеровна 85 яшыны толдырғанын хайырладылар. Тантаналы мерасим Ахмеджеттеки Гаспринский адына милли китапханеде өткерілді. Оны хайырламақ үшін зенадашылары Ерджеви журналистлер топлашты. Нузет Умеров онларнен китапынан мойлифыдыр. Бұйық емиетіні о бала китапларына бередір. Pek emekçi, aynı vakitte istidaklı bir insan. İnsanperver insan. Ağ degirmenci, canım gözüm degirmenci. İnce yufkada bilir seni de olsun. Alçık buğdayım olur canım olur. Uluklar suya dolur. Nevbeciler rasıda olur. Buğday unu olur. Қырым-татар саяси мабуслері қоранталарына Киевде пара топлайжақлар. Декабрынан 11-де Украина парламент китапханесінде мастер-класс кечірілежек. Бұндан да ғайыры қырым-татар емеклерінен ярмалығы ве фотосергісі açılacak. Акцияда иштирак етмек үшін халық депутатлары, акимиет темсілжілері ве ләқайт олмаған әрбір инсан давет етілі. Бұл саат қазір олған соңки хаберіміз еді. Жұма күніңіз қайырлы ішлерінен белгіленсін. Аты ерден есе айырылмаңыз. Көрішкенже.